боламыз. Келіңіз, жолыңыз ашық болсын. Ассалаумағалейкум. Гипспен ғұсыл құйынуға қалай болады? Егер құйынып алатын басқа гипстің қолыңызда болатын болса, гипстан басқа жерді жуалатын болсаңыз жуасыз. Душтың астында тұра бересіз, қолыңызды сыртқа ұстап тұрасыз да, қолыңызды мына жері гипс болса, ар жағы саусаққа дейін мына жағына дейін жуынып шомыласыз да. Ары қарай сол мына жерге су тигізуге болмайтын болса, қолыңызды сулап, сыртына сүртіп қоясыз болды. Дәретте де тура солай. Қыз бала өзінің жездесінің көзінше орамалсыз жүруге бола ма? Болады. Жездесі некеде махрам болып саналады, уақытша махрам болса да. Бірақ мүлде шашының шетін ашқаны жақсы деп айтылады. Толық емес. Қызым ДЦП, аяққа тұрғызуға еңбектеніп жүрмін. Сұрайын дегенім, Алла тағала сынақты сүйген құлына береді дейді. Кейбіреулер ата-ананың күнәсіне береді дейді. Жоқ, олай демеңіз. Ол Алла тағаланың бір сыры, ол сырларға кірудің қажет жоқ. Ата-ананың кесірінен, біреуге істеген жамандығынан деп олай алмаңыздар. Мал қорада зікір айтуға бола ма дейді. Шыңнен айта бер. Көп бастырылып қаламын, не істеуге болады? Дауыстап, совсем Құран оқып кетпе мал қорада. Бірақ ішіңнен жаратқанда ескере берсең болады. Ешкім қой демейді. Сол малдың тезегіне қарап та ескерілетін адам бар. Малдың тезегінің өзінде ғибрат бар мұсылман адамға. Жолдасыма жұмыс істеген жерде ақшасын бермей жүр. Еңбек мекемесіне және полицияға хабарласыңыздар. 102 деген телефоныңыздан 102 набирать етсең болды. Ассалаумағалейкум. Түсінде шашым ұзын әдемі болса қандай мағына айтыңызшы дейді. Еркек болса басқаша мағына жорылады, әйел болса басқаша мағына жорылады. Балаларды бейітке апаруға бола ма? Балалар егер түсінетін болса, ақыл есі кішкене түсінік ойы қалыптасқан баланы апаруға болады. Енді майда кішкентай балалардың апарудың қажеті жоқ. Жекеңізге жазған едім, Құдай қаласа жауап беріп көремін. Сәл кешігеді. Күйеумен ажырасып қосылдық, неке жоқ. Неке қидырыңыздар, некесіз болмайды. Көп бастырып қаламын, не істеу керек? Дем салыңыз өзіңізге, аят Құраннан оқыңыз. Ең дем салудың жоғарғысы намаз болады. Әйелмін дейді. Әйел адам шашының ұзын болған көргені жаман емес. Жақсылыққа жүріңіз. Қымыз ішсе бола ма? Ас болсын. Намаз оқығанда көп басқа ойлар кіреді, ол кезде қателесіп кетемін. Егер ойыңыз бұзылатындай халге кететін болса, өзіңіз айтқандай намазды қайта оқисыз. Не айтып, не қойғаныңыз, аузыңызға не істеп, не қойғаныңызды білмесеңіз, онда намазды қайта оқуыңыз тура келеді. Азды қабылдау бұл жерде жүрмейді. Ал енді шәл ойыңызға екіре күмән келсе, екінші рекатта тұрын ба, бірінші рекатта тұрын ба деген болса, онда азын қабылдайсыз. Егер бірінші рет болмаса, шашын қырқып түсінбедім. 100% адам намаз оқыса, ақыр заман келмей ме дейді. Ақыр заман адамның намаз оқымауына байланысты жоқ. Намазды адам ақыр заман үшін оқымайды, өзі үшін оқиды. Баланы қалай тәрбиелеу керек? Бұл туралы жиі айтамыз. Баланың ұрпақ тәрбиесінде бұл дүниедегі жеңісіңіз де, бұл дүниеде жеңілісіңіз де сол ұрпақ тәрбиесіне байланады. Асқазанды емдеу үшін саумал жеткілікті деп ойлайсыз ба? Жоқ, ешқашан бір дәрі жеткілікті емес. Дәріге бару керек, докторға бару керек, талай нәрсе жасау керек, емделу керек, қаралу керек. Және 100% емдесе, онда поликлиниканың бәрі жауап жасамай ма доктордың бәрін? Жоқ, олай емес. Қыз балаға дауыстап Құранды оқуға бола ма? Хафиз кезінде болады. Қыз балалардың оқи береді. Құран қарилар қыздар бар, қария қыздар сондықтан оқи береді. Арақты қалай қойдырса болады? Адамның өзі қоям деген ниетіне жеткізу керек бірінші. Қайнатам өзі үйден қуып жіберді. Енді келіп кешірім сұрасын деп отыр. Не істесем болады? Барып кешірім сұра, ештеңе етпейді. Үлкен кісіге жығылғаннан жаман болмайсың. Сіз үлкен кісіден бұрын күйеуің үшін деп ойла болды. Күйеуіңнің құрметін ойлайсың. Енем намаз оқығанда жеңі қысқа көйлек киіп оқи береді. Келте тобықты жаппайтын көйлек. Дұрыс па қалай? Дұрыс емес. Намаз өтпей қалады. Таңғы намазға ұйықтап қала беретін болдым. Түк ояна алмайым. Бір қара басып жүрау. Сіздің жүрегіңізде Аллаға деген иманыңыз, сеніміңіздің әлсірегендігін көрсетеді. Недавно в интернете был ролик о том, что врач-гинеколог не должен быть мужчина. Об этом сказал один имам. Ваше мнение по этому поводу?
Желательно, чтобы был мужчина. Мы тоже придерживаемся этого мнения. Желательно. Если нет возможности, соответственно, женщине надо посетить врача, на то есть веские причины, в этом нет проблем. В этом случае нет проблем. Но самое лучшее, если стоит выбор, конечно, подойти к женщине. Относительно женщин тоже так же. Почему вы ссылаетесь только на женщин? Относительно мужчин тоже так же. Если мужчина уролог, соответственно, мужчина должен подойти к мужчине-урологу. Если нет возможности, то в этом случае обращаться к другому врачу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсіңе кірсе, түсіңе кірген болады, анық кірген болады, жақсылық құтты болсын. Ата мен енеге қызмет ету қаншалықты дұрыс? Өз әке-шешеңе қызмет еткендей бірдей. Ата-ана үш түрлі болады. Мән таваллакум, мән заважакум, мән таалламакум. Сізді дүниеге келтірген, сізге дәріс берген және қызын ұлын берген. Үшеуі де бір ата-ана саналады. Күніңіз сәттілік тілеймін. Жақсы, түсіме жылқы тістелеп жатыр екен дейді. Кішкене дүниеңіздің бір шетінен біраз расход болады. Атам бала тәрбиесіне көп араласады. Ұрыспау керек, ұрмау керек. Жолдасым екеуміз көп ұрсамыз сол үшін дейді. Үндемей қойыңыз. Үлкен кісімен ерегіспегіңіз, шалғыласпай қойыңыз. Я сіздікі дұрыс ата деп қойыңыз болды. Я ұрыспау керексе жарайды дейсің да, кейін өзің тәрбиелеп, ұрысатын жерде ұрысып, атаң кетіп қалғанда тәрбиелеп аласың. Үлкен кісімен ерегісем деп жүріп, мына жақта баламен алысып, мына жақта қайнатамен алысып, мына жағында баймен алысып, мына жағында өкіметпен алысып жүресің, не керегі бар саған? Я деп қой болды. Үндемеген үйде бәледен құтылады. Материалдық бай болу үшін әрине әрекет керек. Тағы қандай дұға оқуға болады? Алла тағаладан береке сұрайтын дұғалар көп. Раббана атина фид дуния хасана. Я Алла, дүниемді жақсы қыл деп келетін Құранда дұғалар бар. Сол дұғаларды оқыңыз. Дүние мен ақыретті қоса сұраған дұғалар бар. Шақалақтың симай қалған киімдер не істесе болады? Мусорға шығар, мусорға тастаса бола ма? Болады, бірақ сәл бөліп тастаса жақсы болар еді деп айтамын. У вас прямые эфиры, как уроки жизни. Рахмет, они так и должны быть. Қаза намаздан кейін өтеп оқуға бола ма? Қаза намаздан кейін өтеп. Сауабы болмайды. Сауабы болмайды. Әдейілеп тастаған болсаңыз үлкен күнәлі боласыз. Оқылу керек. Шамаңыз келгенше оқыңыз. Тіліңіздің келгенше, мүмкіншілігіңіздің болғанша, жағдайыңыздың келгенше, қолыңыздан келмесе енді зорлық жоқ. Күйеуім игроман, ойнай береді, қалай қойдырам? Өзінің желаниясы болса, қойдыратын орталықтар бар, имамдар бар, соған апарыңыз. Жігітімнің мамасы ұнамайды, қарсы. Не істеуге болады? Қызғанады баласын дейді. Сен оған бай болып жарытпайсың. Ол саған бай болып жарытпайды, сен оған қатын болып жарытпайсың. Сондықтан қазірден қойған дұрыс болады. Өмірің талқандамай. Қыз кезіңде сен жүріп жүрген жігітің шешесі ұнатпаса, кейін ол үйге келін болғанда сен қалай сол енеңмен бір дастарханда, яки болмаса бір ас үйді бөлісесің. Ол керек деп жер аударған дұрыс па? 6 қызы бар әке шешесінің қолындағын тастап, басқа бауырын тастап, мен жер аударам деп отыр, дұрыс па дейді. Иә, сондай бір ырым бар. Қарсы шықпаңыз. Қалай болғанда сіздің күйеуіңіз, бірақ шариғатта ондай нәрсе жоқ. Шариғатта жоқ деп айтып, қазір оны оған жіберіп, оны одан бетер, сіз әйел адам, еркектің қасында пана болып, еркектің қасында қабырғасы болып, оның жанында жүруіңіз сіз үшін қайырлырақ, чем онымен ерегісіп, оның мамасымен ерегісіп, туғандарымен ерегісіп, 6 баламен айдалада қалып қалғанша, лучше сол күйеуінің етегін ұстап, жер аударса жер аударып, поле аударса поле аударып, планета ауыстырса, планета ауыстырғаның жақсырақ болады. Күйеудің артқанына айтқаны ілесіп кете бер. Одан жаманшылық көрмейсің жаным. Кеше өткен енем басы бос кетті, қатпады деді, ырым бар дейді, шеге табалдырыққа қағып салып, қой еске деді, сақ қойып деді, не болады дейді. Енді өзі басы қатпаған шеге қағам міне. Шегені егер енеңнің мойнына қағып жерге бұрырсаң, онда қатып қалатын еді, серейіп тұрып. Ал енді мойнына қақпайсың, уже
апаңды похоронили, жерлеп қойдың, так что ішерге шеге қағуның керегі жоқ. И сондай ырым қате. Жаңағы мен өліп баратқанда артына бұрылып қарап, мойны бос екен, сен алып кетейін ба, келін жоқ, басқа біреуді алып кетейін ба деп қарап тұрады деген анекдот ол. Ешкімді алып кете алмайды. Алып кете беретін болса, салып жіберетін қой, біраз адам ұнамай жүр. Кеше сізді жағалауда көрдім, күшті сезімде болдым, жүзіңіз Алла разы болсын. Просто көргеннен пайда жоқ. Мен айтқанда үйреніп, өміріңе кіргізсең, вот это сағандай жылы, мағандай жылы, бәрімізге жылы болады. Сол жақсы болады. Мен жерде айтқан сөздерді естіп, өміріңе кіргізіп, соны амалға асырсаң, күшті жылы болады, жып жылы болады. Жылынып жүресің, рахат болады. Сейтжан. Ерекше қызымызға келіп өмірге артынан әлі де сынақтар бітпей жатыр. Сынақтан сынақ, үй, машина, жұмыспен не үшін ұстаз дейді. Себебі сенің жүрегіңде Аллаға байлану аз болып тұр. Ниятта болшты сынақ бар. Сол сынаққа көтере алмай жатқаның себебі мына жүрек не привязан к Аллаға. Қара. Неде поляда, айдалада жүрген біреу орманның ішіне қорқпайды. Bir қорқатта, потом белін байлап жүріп кете береді. Неге? Өйткені ол Аллаға сенеді, жүрегін Аллаға байлайды. Алла сен менсің дейді, Құдайға бүйтіп дух алғаннан кете бересің сен. Ал сен көптің ішінде жүріп, үйіңде жүріп, бала шағаңның қасында жүріп, Қазақстанның ішінде жүріп, соғыс жоқ жерде жүріп, жалғыз сыраватсың. Әйелі күйеуінің қасында жатып, әйелдің жүрегі бос, жалғыз, күйеуі әйелінің қасында отырып, көкірегі бос, ойы бос, өзі жалғыздықта жүр. Қазір бәріміз жалғыздықта жүрміз. Неге? Өйткені жүрегіміз Алладан сәл ұзаған сайын бізге жалғыздық сезім бой алдыра береді жаным. Ереже сол. Мен ол туралы жалғыздық деген осы жерде не жазғам? Постым бар, соны көрсеңіз сол жерде жазғанбыз. Саламатсыз ба? Мен бір сұрағым бар еді, жекеңізге жазып тұрсам болады. Ұстаз, тахаджуд намазын оқып жүрген кезінде дұғам шын жүректен шықпай жатыр. Қалай шын жүректен дұға етуге болады? Дұғаның шын жүректен шыққанын күтіп отыра бермейсің, қылай бересің. Әйтпесе дұға шын жүректен қашан шығады екен деп күте берсең, жаңағы шабытыңды 2050-2030-ға кетіп қаласың. 2030-ға кетіп қалғанша лучше дұға жасай бер. Бүгін жасайын ба, что-то бүгін нелетная погода, жаңбыр жауып тұр, что-то бүгін бұлттар ашық емес деп отыра берсең, дұға қылудың керегі жоқ болып қалады. Жоқ, олай емес. Біз еш нәрсеге қарамаймыз, Алланың жақсылығына дұға жасай береміз. Құлшылығыңды жасай бер, тахаджудыңды оқи бер, күтпе. Денең дір ете ма, мұрның қыши ма, басың қыши ма, күтпе ештеңе. Жасай бер. Имам Бұхаридің мамасы 3 жыл тахаджуд оқыған. 3 жыл тоқтамайды, бір күн жібермей тахаджуд оқыған. Баласының көзіне дұға қылып сұраған. Бала үшін оқымаған, осы жерде көп адам дұрыс түсінбейді, баласы үшін оқыпты ғой деп. Жоқ, ол Алла үшін оқыған, потом тастамаған. Баласының көзін ашшы деп Құдайдан сұрағанда тахаджуд, көз ашылған. Көз ашылғаннан кейін, болды ашылды ғой деп тастап кетпеген. Өлгенше тахаджудпен кеткен. Сіз охранамен жүресіз бе дейді. Көшеде көрсем фотоға түсуге бола ма? Жаным, мен охрана керегіне. Оң жағымда 14 періште, сол жағымда 14 періште жүреді, Құдай қаласа. Сонымен келсең түсеміз. Кеше сіздерге ұлымыздың тұсауын кестірдік. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Баламыз сіздер сияқты халыққа пайдасын тигізетін жанашыр азамат болсын. Сіздің балаңыз біз сияқты емес, толқын жан. Сіздің балаңыз имам Бұхаридей болсын. Сіздің балаңыз имам Ағзамдай болсын. Сіздің балаңыз Абай атамыздай болсын, Шәкәрімдей болсын. Қазақтың ояндырам деп жәнін, тәнін салған Міржақыптай болсын балаңыз. Жоғарырақ алыңыз, біз не қыласыз? Біз әрең шалынысып жүрген біреуміз, сіз ана жоғары алыңыз, балаңызды. Рахмет алтыным. Сіз неке қиясыз ба? Жарымен қиылмаса, намаз оқысам бола ма? Жарымен некем қиылмаса. Некені қиямыз ғой, некені мастерімін жанар қиып берем, жарыңды алып келсең екеуіңді жабыстырып қиып берем. Құтыламайтын әріп берем. Жанар деген кезде аяқ дірілдейтін болады. Жалғыз басты анамын дейді. Ұлымды медресеге беріп жатырмын. Алла разы үшін дұға шешімім дұрыс па? Өте дұрыс. Енді баланы медресеге беру деген сөз тек қана медресемен бітпейді. Балаңызға медреседен басқа да ілім үйретіңіз. Қамқоршылық, бауырмашылық, ағайындық,
ананы сыйлау, бауырға жақын болу, өзінен кіші қарындастары, әпкелері болса, оларға жақсы қарау, одан кейін барып туған туысшыл, өзі ғана жемей біреуге бөліп беретін, одан кейін балаңызға осының бәрін үйреткеннен кейін енді өзіңіз де Аллаға бұрылып дұға қылыңыз. Сонда екеуіңіздің дұғаңыз талай жерге баратын болады. Ал енді просто баланы жіберіп қойып, барып енді медресе оқи бер десе, баладан көп нәрсе шықпауы да мүмкін. Жолдасы әйеліне айтпай неке қиса қабыл бола ма дейді. Қабыл болады, бірақ таяқ болады, түбі бычыт болады, айғай-шу болады, развод болады. Алланың нұры жаусын сізге, Алланың назары болсын. Аумин, аумин, баршамызға. Жолдас әйеліне тағы оны айттық. Қарыз алып, оны қайтармай, және тағы қарыз сұрайды, ақша бермесе ренжиді. Ренжи берсін. Кім-кімге ренжімейді, бермейсіз болды. Бір жас нәресте бала қайтыс болса, неше күн есік ашу керек. Ондай әңгіме жоқ. Яғни есік ашу керек деген сөз, бір қайғының келген адамдар көңіл айтатындығын, әрі сол жерде жаңағы бір адамдарға кедергі болмасын деген мақсатта есік ашу деген бар, яғни есік ашып бару деген бар. Содан туындаған сөздер негізі кішкентай сәби балаға көңіл айтпайды. Көңіл айтпайды деген сөз енді үндемей отырмайды, яғни сабырлыққа шақырады, шыдамдыққа шақырады, бірақ көңіл көрген жерде деп қуып алып тұрып көңіл айтпайды. Жастың баласы өлмейді деген бір жақсы халқымызда тыныштандыратын жақсы сөз бар. Мәйітті жуындырған кезде 7 адамға киім береді ғой, соны ана өмірде киеді деген қаншалықты рас, соны тереңірек айтасыз ба, рахмет дейді. Егер вообще киім бермей өліп қалған аталарымыз көп біздің. Соғыс заманда, қиыншылық заманда обай құстар жалаңаш бола ма, қалай болады? Жоқ, центр неге бара ма? Секонд-хендқа бара ма? Қайда барады? Ондай нәрсе жоқ. Ондай нәрсеге түсінік алмаңыздар. Ол қате сөз. Адамның аруақтың ана дүниедегі киімі бір дүниедегі берген киім емес, бұл садақа. Жаңа жуған адамдарға берілетін садақа. Бірақ қазір оның өзін тоқтатып жатырмыз. Неге? Өйткені киім берудің қажеті жоқ. Сенің киіміңді ешкім кимейді. Киім бергенде де бізге тозығы жеткен, ешкім киім кимейтін, айдаладағы бір қалып қалған киімдерді беріп жатса, оның несі киім болады? Киім бергенде киімнің өзінің орны бар, реті бар. Қандай киім беру керек? Киілетін киім беру керек. Ал енді киілетін киімді сіз бермесеңіз, онда қаншалық ол киімнің қажеті бар? Сондықтан бұл нәрсе дұрыс емес. Киім дегенді кішкене дұрыстықпен қарау керек. Мүмкін қаражат беріңіз. Ең жақсысы ешкімге ештеңе бермес үшін өздеріңіз жуыңыздар болды. Сіз қайсы қала, қай мешітте жұмыс істейсіз? Астана қаласы Рыскелді Қажы мешітінің бас имамын. Талақ деп жазса неке бұзыла ма? Негізі талақ мәселесін телефоннан сұралмаған жақсырақ болады. Бірақ сіз айтқандай тек қана талақ деген сөз жазса талақ түспеуі мүмкін, өйткені бұл нақты түсірілу керек. Бұл түсірілмегендігі үшін, просто жазып жіберген үшін, мысалы ол талақ деген не деген сөзді болуы мүмкін. Талақты сәсет беріпті әйеліне дегенде мағына шығуы мүмкін. Сондықтан бұл неточность дейді ғой, нақты емес. Талақ нақтылану керек, сонда ғана түседі. Ал енді десе де телефонмен, инстаграмнан сұраған дұрыс емес. Баламды апарайын деп едім, сізге ертең жоқсам келіңіз, неме дұға оқып бересіз бе, келіңіз, үйіңе Құран оқытпай, тек садақа, әйтеуір сол ақшаны мұқтаж жанға берсе бола ма? Садақа берудің өзінің шарапаты бар, үйде Құран оқудың өзінің шарапаты бар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху келетін бір хадисте, қай үйде Құран оқылса, сол үй аспан әлеміне сендерге жұлдыз қалай көрінсе, тап солай көрініп тұрады деген. Жұлдыз бізге қалай көрінеді? Жылт етіп көрініп тұрады ғой. Құран оқылған үйлер солай көрініп тұрады. Сондықтан үйде Құран оқылып, азан айтылып, үйде жақсы сөздер айтылса, бұл нағыз берекелді аспан әлеміне солай көрінетін үйден болады, бауырым, қарындасым. Сондықтан Құран оқыту керек. Садақаның садақадай сауабы бар. Садақаны жасай бер. Садақаны үйде беріп алып, үйде каспиймен берсең, үйің бәрі нұрланып кетіп, свет жанып, сондай болып тұрмайды, фонарик болып. Ол садақа өзінше. Ол светке қатысы жоқ. Балаларым мен енем көп жаман сөз айтады балаларыма. Егер керек болса, арам деген сөзді боғауызды да айтады. Не істесем болады? Тілімді тістеп отырмын. Менікі қаншалықты дұрыс дейді. Тістей бер тіліңді. Пока қан шығып кеткенше тістей бер. Үлкенмен салғасып, тіліңді шығарғаннан айбер таппайсың. Тіл тістегеннен пайда табасың, но тілді шығарғаннан ешкім пайда таппайды. Сөйлемей қалғаннан бақытты болғандар көп. Сөйлеугеннен кейін өкініште қалғандар бар.
Білесің ба? Үндемегеннен ешкім өкінген жоқ бұл өмірде. Өкінбейді де, қуанышта болады. Ал сөйлеп қойғаннан өкінген адам тола. Сондықтан айналайын, үлкенмен ерегіспей қой. Оның ол майы, оның дұғасы қабыл болмайды да. Біздікі өзінікі өндірістікі, так что оныкі қабыл болмайды да. Сөйтіп отыра бер. Түсте қағбаны көру не болады? Ештеңе болмайды, қағба болады, болды. Иншалла барасың деген ниет қып қояйық. О дүниеде өмір бар дегенде бір врачтар ол өлім мен өмір арасындағы жанталас кездегі елестер, о дүние жоқ дейді. Сол туралы айтып бересіз ба? Мамасының ішінде жатқан бала да бұл өмір жоқ деп есептеген. Сенің инкар, сенің көкірегіңде бұйырса қазақтың біраз баласы бар. Ер адам болғанда беліңде біраз қазақтың ұрпағы бар деп айтар едім. Сол олар да білген жоқ, ол ұрпақтар қазір майда ДНК күйінде. Сол ДНК күйінде кішкентай яйцеклеткалар сенің ішіңдегі о дүние жоқ деп ойлайды олар да. Бірақ бар екенбіз біз. Балықтар бар ғой, судың ішіндегі балықтар. Құрғақ жері жоқ деп ойлайды екен. Өйткені оларға балықтың судың астын бәрі су ғой. Соңғы олар ойлайды екен, құрғақ әлем жоқ деп ойлайды екен. Құрғақ әлем бәрі су сияқты көрінеді екен. Сол сияқты айта береді. Қабір басын гүл қойман дедім, түстердің басына олар гүл қояды, не дейсіз? Суға батқан сабанға жабысар деген бір сөз бар халқымызда. Суға батқан сабанға жабысар дейді. Сабан пайда бермейді, бірақ сабанға жабысады. Енді Құран оқып болмағаннан кейін қурап қалған гүлге жабысады да. Бірақ гүлді ексе бола ма зираттың басына дегенде қарсылық жоқ. Ексе болады. Жақсы жайқалып тұрған проблема жоқ. Бірақ ол гүлді кесіп алып марқұмның басына кеп қою, бұл христиандарға еліктеген дүниелерден шығар, бізге қажет емес бұл нәрсенің. Сіз аруағын гүл қылыңыз, Құран оқыңыз, дұға қылыңыз, сонымен көтерілесіз. Марқұмға пайдалады. Мамасының бөле сіңлісінің үйіне оқуға барған қыз ол үйде орамалсыз жүре ала ма? Жоқ, жүре алмайды. Бөле бізде енді некелеспейміз, біздің салтымызбенен, бірақ ол үйде орамал таққан дұрыс болады. Қабір басына барып шырақ жағуға не дейсіз? Шырақ жағу дейміз, бірақ одан пайда жоқ. Егер сиынуға барса күнә болады, арам болады. Бірақ өлген адамға шырақтың вообще пайдасы жоқ. Оның амалы шырақ болу керек. Артындағы ұрпағы шамшырақ болу керек. Қазақта балаға неге шамшырақ дейді? Өйткені шырақ жағат деген мағына емес. Менің жақсылық амалымды жалғасады. Жақсылық амал нұры болады. Жақсылық істің сауабы болады. Жақсылық амалдың жалғасы болады. Соны жалғастыратын шамшырақ дейді. Просто свечка жағып қойсаң, свечка болып тұрады, жанып тұрады, күшті болып тұрады. Не пайда одан? Ешқандай пайда жоқ. Күріш шашудың да сонда кейінгі қосылған дүниелер. Баклажкадағы қымыз ішсек бола ма? Баклажкадағы қымыздар көп. Егер ішіне бір нәрселер қосып, градусын көбейтіп, оны сенді масайтатын болса, ол харам. Оның брендтерін бәрін жазып қойған, муфтияттың халал стандарт халал даму бөлімінде көрсеңіздер интернетте тұр. Ал енді жай қымыз баклажкаға болса, ешқандай мәселе жоқ. Мы с мужем по документам разведены, но живем вместе. Это нарушает закон ислама? Конечно, нарушает. Вы тем самым обманываете государство. Кто обманывает государство, тот обманывает людей. Государство само по себе эти люди, это целое государство, это люди. Вы людей обманываете. А если вы обманываете людей, а обманываете закон, соответственно, вы нарушаете закон Всевышнего Аллаха. Какой? Который гласит: «Куль ати'у Аллаха ва ати'у Расуля ва улил амри минкум». Подчиняйте Аллаху, подчиняйтесь пророку, подчиняйтесь вашим правителям, то есть законам. Если вы нарушаете закон, соответственно, вы нарушаете закон Аллаха. Мы не должны делить ислам на исламский закон и на законы государства. Это одно единое. Мы живем в светском государстве, поэтому у нас законы не работают, законы шариата. У нас есть конституция. Да? Поэтому общечеловеческие нормы, где запросто конституция, наши законы действуют, вы должны соблюдать эти законы. Многие для получения каких-то пособий, для получения каких-то льгот, точно так же для получения каких-то квартир умудряются на документальном моменте развестись и живут вместе.
тем самым вводя заблуждение государства. Это тоже является харамом. Если вы сделали государственный развод, то есть через суд, соответственно, ваш брак разрушается. Это будет талак байн, один талак будет. Әулие кісінің басына барады ғой, адамдар еміз деп, ем сұрайым деп, ақша сұрайым деп. Сол дұрыс па? Жалпы әулиенің басына не үшін барады? Біз барғанда адам қабылдап, бір қасиеті көріп кел. О жаққа дұға қылу үшін барады. Біз әулиелердің басына қандай әулие болса да, дұға Алла тағала осы марқұмды жарылқа деп Алладан сол кісіге сұраймыз. О кісінің өзінен сұрай алмаймыз. Егер біз барған кісінің өзінен өмір, доллар, евро, одан кейін барып Toyota Land Cruiser желательно 300 үй сұрасақ, ол беремейді, ол қайтыс болған кісі. Ол өзі мінбеген байқысы өмірінде бір рет, Land Cruiserді саған қалай береді? Сондықтан өзі мінсе, онда айтуға болар еді. Сен мініп едің, қалай екен, бізге де бір Land Cruiser берші десең, ол кісі берер емейді. Бірақ оның қолында жоқ қой. Сондықтан біз Алладан сұраймыз. Алладан ол кісіге сұрау керек біз қайта. Я Алла, осы марқұмды жарылқа. Біз аруағын сыйлаймыз. Айналып кетейін, қандай әулие болса да. Айналып кетейін, жақсы адам болған, қазақ үшін, жазирамыз үшін еңбек сіңірген сондай бір ұлағатты кісі болған. Бұл кісі өліпті. Егер бұндай әулие өлетін болса да, біз де өлеміз кора. Какая разница, ол да өлсе біз де кетеді екенбіз. Қой, бұлар кеткенде біз жақсылық туралайық деп, содан тәлім алып, өмірді өзгертіп, сол кісілерге дұға қылып, содан тәлім алып қайтсақ болады. Бірақ ол кісіге сұрамаймыз. Ол кісіден. Бірінші жолдасым қайтыс болды. Қазір мен тағы тұрмыс құрдым. Бұрынғы ата-енемнің алдында хиджабымды шешсем бола ма? Я. Олар вечный ата-анаңыз болады сіздің. Әйел адамның да тарапы, әке-шешесі, ұлдың да әке-шешесі, бұлар вечный махрам болады, мәңгілік махрам болады. Даже плюс сен некесіз біреуге үйленсең, некесіз біреумен жүрсең, некесіз. Содағы некесіздің әке-шешесі де саған әке-шеше болып қала береді ислам бойынша. Бұл харам болса да. Сондықтан қайната вечный қайната болады. Білесіздер, оменен ешқашан, умуман дейді, ешқашан неке жүрмейді. Неке жүрмейді. Қайныңмен неке жүре береді. Мысалы, байың өліп қалса, қайныңа кейін ғана иддетің уақытың 4 ай 10 күн біткеннен кейін, соған қайныңа тиіп алсаң болады. Қазақта әмінгерлік дейді оны. Ол бар нәрсе. Бірақ қайнатаңа ешқашан тие алмайсың. Неге? Өйткені ол вечный қайната болады. И соның алдында орамалда кию парыз болмайды. Қызы болып қаласың да. Ата-ана көзінше орамалсыз жүруге болады ғой дейді. Сендер өзі қандай адамсыздар өзі, қай заманда өмір сүріп жатсыздар өзі. Сварочный костюм киіп алсашы бір отла, ешқашан шешпей. Қойыңыздар ондай нәрсені. Біздің кейбір қыздар қатырады. Көшеде жалаңбас жүреді да, зато туалетке орамал тағып беретіндер бар. Туалетке неге тағасың десем, шайтандар бар дейді. Шайтаннан қорқады. Көшедегі шайтандардан қорқпайсың, ә? Туалеттегі шайтандардан қорқасың, көзге көрінбейтін шайтандардан. Солай. Ұста, жаңбыр жауғанда дұға жасау керек деген рас па? Жаумай тұрып та жасай бер. Күтіп отырма, жаумай ма, өтіп кете ме, жел алып кете ме деп отыра берме. Дұға қыла бер. Жаңбыр жауғанда дұғаны күту не обязательно? Только айтпесе қазір қабыл болады десем, басқа уақытта дұға қылмай, тек қана жаңбырды күтіп отырасың. Что-то бүгін жауама деп погоданы қарап, прогноз погоданы көріп жаумайды екен, бүгін дұға қылмайым дейсің. Жоқ, дұға қыла бер. Дұғаны қарама жаңбырға. Екінші неке туралы айтыңызшы. Екінші неке дегенде проблема жоқ. Егер қайтыс болған болса, ажырасқан болса, өмір әрқилы болады. Bir адам мен адам бақытты болмауы мүмкін, өмір дұрыс болмауы мүмкін. Екінші тұрмыс құрып, немесе екінші әйел алуға ешқандай проблема жоқ. Бірақ шама келгенше семьяны бұзбауға тырысу керек. Егер бұзылып қалды, кетті, болды. Енді екінші неке құрады. Енді осы жерде бір мәселе. Екінші әйел алса дейді. Яғни бірінші әйел қайтыс болып, немесе ажырасқаннан кейін тағы да бір әйелге үйленсе, мейлі қызға, әйелге айырмашылық жоқ. Үйленсе, оған беташар керек па, махыр керек па, дүние беру керек па? Конечно керек. Ол саған әйел болып келген үшін жасайсың сен оны. Сен оның пәк болған үшін емес, беташар, махыр, неке сыйлық, қалың мал, ол оның әйел болып саған отбасыңа кірген үшін бересің. Сен оны жаңағы пәк қыз екен, қыз емес екен, баласы бар екен, бала тумаған екен, оған қаралмайды ол. Егер сен, мысалы айтайық, бұрын тұрмыс құрған екенсің деп беташарын ашпай қою, оның абыройын төмен аяққа таптау болады. Ол кәдімгі ол қазақтың қызы,
Алланың алдында саған өмірін арнаған адам ол. Ол причем здесь сенің беташарың, сенің нең. Сен жасайсың оны, жасауға міндеттісің. Қалың мал да беруге міндеттісің. Оны второсортный қылып адам көрмеңіздер. Ертең сенің қызың тура солай болып, второсортный болып қалуы мүмкін. Ешқашан екінші рет тұрмыс құрған, маған десе үшінші рет құрсын. Әйтеуір тағдыры болмаса, онда ол оған бересіздер, ол заң ол. Одан кейін Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың Хадиша әйелі радиаллаху анха, Алла өксен разы болсын, радиаллаху, 2 рет күйеуге шығып, 2 күйеуі де қайтыс болып, Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарға күйеуге шыққан. Пайғамбар саллаллаху алейхи сыйлықтарын берген, жасы үлкен болса да, бізде сәл бір нәрсесі болса, айыбын іздейміз. Біз келген келіннің жақсылығын іздемейміз, біз айыбын іздейміз. Бұрынбайға тиген бе, кіммен жүрген, кіммен сөйлескен, кіммен болған, қандай проблемасы бар, соны іздейміз. Ол саған келген адамның, күйеу балаңның да тура сол сияқты проблемасын іздемеңіздер. Кейбір жігіттерді төмен түсіреді екен. Ой, бұл бір қатын жіберген, сенің балаң қанша қатын жіберетінін әлі көресің әлі уақытысында. Сондықтан ешқашан ондай мәселе жоқ. Искусственный гүл қоюға бола ма? Қайда? Екінші некеде қыз ажырасқан, ұл үйлеген болса, ол харам емес пе? Жоқ, несі харам? Бақытты бол айналайын. Бірақ совсем пенсионер сен болып, 17-тегі балаға тиіп алмай айналайын, ет болады ол. Қазір сондай мода болып баратыр ғой енді. Жақсы емес ол. Жаңа өзінен 25 жас, 35 жас үлкендерге үйлену жақсы емес, осыны қою керек. Ол дұрыс нәрсе емес. Енді болып қалатын шығар арасында бір сезімі, страшный вагон сезімі көптер енді. Некесіз туылған балдар туралы айтыңызшы. Некесіз туылған балдар деген мәселе жоқ. Қазір түсіндірем. Некесіз туылған баланың кінәсі жоқ. Бала өмір сүру керек. Балаға барлық орысша айтқанда привилегия, мүмкіншілік жасалады. Баланы алақанға салып құрметтеу керек. Бала не виноват, некесі бар ма, некесі жоқ па, баладан сұралмайды. Халықтың ішінде сондай сөз бар. Некесіз адам басшы болмайды, некесіз туылған бала және имам болмайды деген. Бұрын енді имам ең жоғары орын болған. Сол имам болмайды деген сөз бар кітаптарда. Бірақ бұл баланың кінәсі үшін емес. Бұндай нәрсе мынандай көбейіп кетпесін деген мағынада айтылған дүние. Егер некесіз бала туылған болса, имам болмақ түгіл, маған десе муфти болсын, проблема жоқ. Бола берсін. Бірақ айтпақ болғаным, баланы кінәлап бетіне басып, сен тастандысың деген сөз айтылмайды. Осыдан 15-20 жыл бұрын Google'дан терсеңіздер, тастанды деген мақала бар. Тастанды Нұрлан имам десеңіздер шығады, болу керек, көріп қалдым, шығарып қойыпты. Егемен Қазақстан ғой деймін, жаңылмасам. Сол газеттер басқан, тастанды деген мақала жазған мен, тастанды балалар туралы. Соны оқып шығыңыздар, баланың ешқандай кінәсі жоқ. Баланың бетіне басылмайды. Кімнің тағдыры қандай болатынын Алла өзі біледі. Қыздың ата-анасының алдынан өтіп, уәдесін алған соң үйдегілер қарсы болып жатыр дейді. Сенің үйдегілер ма, қыздың үйдегілер ма? Так. Ассалаумағалейкум, дені сауық деймін, рахмет, Алла разы. Қайтыс болған адамға Құранды қазақ тілінде оқып аударуға бола ма? Жоқ, қазақ тілінде өтпейді. Мән қара мин китабиллахи фалаху аджруху, кім Құран оқыса, Құран оқу деген арабша айтылған нәрсе, сол күйінде оқыса, әрбір әрпіне сауап беріледі. Ал енді мағынасын оқимыз біз, перевод не үшін, не айтылып тұр мына жерде? Мен не оқып тұрмын? Ар-Рахманир-Рахими малики яумиддин. Не деген мағына? Деп переводын ашып қарайсың. Өте рахымды, кешірімді деген сөз, кешірімді деген сөз екен ғой. Деп түсіну үшін оқисың, болды. Оны ол переводты бағыштамайды. Аға, күйеуім қамтамасыз етпейді, баласы бар дейді. Қамтамасыз етудің шекарасы болады, және үлесі болады. Егер қамтамасыз етпесе неке бұзылмайды, бірақ сенің хақыңа кірген болады. Ассалаумағалейкум, денсаулық деймін, рахметім. Үйге мягкий игрушкалар алуға болмайды дейді. Балаларға болам алып беруге, конечно болады. Далбастаған сәләфи вахабистердің әңгімесі ғой. Көзін ойып алып, мишканың көзін ойып алып, үйге алып кірмей. Далбастаған нәрсе өзі. Адам жынды болам десе опаңа екен ғой. Жынды болам десе опаңа екен. Домбыра харам деп жынды болып жүргендер көп бізге. Оны қорғап жүргендер де жынды. Оларға қаттырақ айтып жүргендер, адам мысалы қаттырақ мен айтсам, менімен салғасып жүрген адамдардың да дені сәл сау емес. Ассалаумағалейкум, айтыңызшы дейді нені. Анам қайтыс болған, түсіме жылап, не
аттап жүреді дейді. Охо, астағфирулла, астағфирулла. Сіз маған жеке жазыңыз, мен бүкілерге жария қылмай ақ қояйын. Анаңыздың бір жағдайын, бір себеп бар бұл жерде. Анаңызға қатысты себеп бар. Операцияға жатам, мен үшін дұғада болыңызшы, Алла разы үшін. Алла жеңілдік берсін қарындасым, аман есен айығып шығуыңды Алла жолын жеңіл қылсын. Гүл қоюға бола ма үйге? Искусственный болады, әдемі болып тұрады, бірақ живой гүл қойып үйренсеш, живой гүл қойған қыз балаға жақсы нәрсе алып келеді. Искусственный гүл қойған жалқаулық қалып келеді. Сыпырғысы келмейді, жуып тазалағысы келмейді, гүлге су құйғысы келмейді. Искусственный гүлден пайда жоқ. Живой гүл қою керек. Соны суғарасың, соны қарайсың, шөбін жылайсың, астына беті отайсың, жұмсартасың, қопыстасың, топырағын ауыстырасың. Әйтеуір жұмыс болады. Әйтеуір жата беріп семіріп кетті қарны шығып бәрінің. Акош айтпақша балкон болып. Сондықтан солай болмас үшін кішкене қимылдағанға, городской қыздарға гүл еккен жақсы болады. Есік алдына зимний сад жаса жақсы болады. Одан кейін гүл еккендер мейірімді болады. Соның бір мәселе, гүлмен сөйлеспейді. Гүлге зарын айтып, мұңын айтып, жігітінің тастап кеткенін айтып, байға шыға алмай жатқанын айтып, гүлді қурап тастамау байқұсты. Ол да зары деп сенімен бірге қурап қалмасын. Сондықтан қызымның аты Тұран қыз. Жақшы дуа қылып қойын беріңізші. Жақшы чоң ойсын деп. Құдайым чоң қыз болсын, Құдайым берсе. Чоң қыз болады, Құдайым берсе. Витаминдер іші чоң ойады. Сіз жақсы тәрбие қылыңызшы, жақсы татнақайлы, Алланы тани тұрған, жоғылық кейсін башына Құдайын тани тұрған болса, чоң бақтылы сіз боласыз. Балалар иманда, исламда болса, ата-ана бақтылы болады. Ата-ана бақтылы болған өзіңізді қалайсыз? Ошон үшін қызыңызға имандылықты үйретіп қойыңыз. Қыздар біле иман исламда болса, ата-ана бақтылы болады, ата-ана иман исламда болса, қыздарыңыз, балаларыңыз бақтылы болады. Сіз қашан боласыз мешітте дейді? Мешіттен мен. Аға, күйеуім Құран оқи алмайды, бірақ балама 4-5 жаста Құран үйретіп қойдым. Қазір 7 жаста үйде балам Құран оқыса болады, күшті болады. Құранды бала оқу керек. Үйде балаларға оқытыңыздар. Біз молдаға жүгіреміз, молда Құдайының үйінің қызметшісі, бірақ ең дұрысы өздеріңіз оқығандарыңыз абзал. Сәлеметсіз бе, жолдасым, туыстары, олардың кешірім сұраймын қазір. Адамдар жинап қалуы мүмкін, саған қарап жатқан. Сізге жазылып бара ма дейді? Жоқ, жазылмай келе бересіз, прямой. На удачу дейді ғой. Көп сауап алғың келеді, бірақ күйеуімнен асың кеткім келмейді дейді. Сен күйеуіңе қызмет жасасаң, сауапқа батасың. Батып кетесің. Шыға алмай қаласың. Әйелдің сауапқа бататын жері күйеуі, баланың сауапқа бататын жері ата-анасы. Ата-анасына қызмет жасай берсең, батып қаласың сауапқа. Күйеуіңе тамақ жаса, торт жаса, салат жаса, медовый торт жаса, жаңағы Құдай-ау, аттарын ұмытып қалдым. Медовый торт, одан кейін пирожный, содан кейін жаңағы сельпат шубай. Осының бәрін жасай бер күйеуіңе. Түрін жаса, иіліп келіп сәлем бер, сальтомен жасап сәлем бер. Аяғында алдына шпагатқа отыра қал. Хан ием Сұлтан Сүлеймен келе жатыр де, ыржиып тұр, күліп тұр, сенікі дұрысты, ұрысып тұрса, жәнем деп тұра бер. Сауапқа көміліп қаласың. Күйеуден артық сауап жоқ. Күйеуден аспа. Күйеуден асқан әйел абырой таппайды. Күйеуден асқан сайын еркек адам сенен қаша береді. Бұл қағида солай. Неге әйелдер айтады да, менің күйеуім маған қарамайды, суып қалдым дейді. Суып қалған жоқ ол. Сенің даусың еркектің даусы, еркектің жұмысына араласасың, одан кейін барып еркекке орынсыз сөйлей берсең, еркек сенен қашатын болады. Осы 3 қасиетті тыйсаң, сенің қасыңнан байың шықпайтын болады. Айналып қайтып келе береді, Гүлмира деп келе береді, шықпай жынды болып қалады сүйеді аяң астында. Соған сен ханша болғың келе ме, күйеуіңді патша қыл. Сонда күшті боласың. Аға, аяғым ауыр, ұйықтай берем дейді. Құсам, намазым 2 апта болды, қаза болды, токсикоз біткен соң оқысам бола ма дейді. Отырып оқи бер. Қатты басың тұссаң, құсатын ба, басың айланып, лоқсып атсаң, отырып оқи бер жаным.
Оның бәрін жасай берсек, семіріп кетпей ме, сальто жасасақ шошып кетеді ғой дейді. Шошымайды, қуанады. Сальто өзіңе жақсы. Денсаулығың жақсы болады. Шпагатқа отырып жатыр, ана 50-ге келіп бір апайымыз. Сен 50-ге келмей шпагатқа отыр, жақсы болады. Қыздың ата-анасының алдынан өтіп, уәдесін алған соң өз үйіндегілер қарсы болып жатыр дейді. Бұл қарап көру керек. Бұл қазір былай деп айтатын нәрсе емес, себебін көру керек. Енді сондай нәрсені қыздың абыройына қалып, қыздың обалына қалып жатсыздар. Сол қазақтың құдалардың алдынан өткен сол құданың қазақтың қызы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде де келеді бұл. Уәде беріп сөз байласқаннан кейін сөзінен қайтқан адам туралы өте жаман хадис айтқан пайғамбар ондай адамдарға. Қойыңыздар. Уәде бардың ба? Уәде иман. Қызды алам дедің ба? Енді қарап көру керек бұл жерде де. Егер сен қызды алып келіп алып, туысқандарын қарсы болып, қайттан ертең ол қызды жылатып, ойбайлатып, бычтын шығарып, ит рәсуа қылып үйден жіберіп жібергенше қаңғытып, лучше осыған жібермей қойғаның жақсы. Сол үшін әйелдің үш нәрсемен ойнама, соның біреуі неке деп айтатын осы, бауырым. Әбден сөзді байлап алып, жетерін жеткізіп, оны жынды қылып, ол басы ауырып, күйеуге шығам деп, ол отыр мәз болып, бір нәрсе қайғырып, сен ойын тұрып алып айнып кетсең не болса, ойыншық па не адам тағдыры. Ертең қызыңның басына келеді. Аға түсіме енем кіре береді, ауырласып жүрем, желкемде біреу отырғандай. Енді желкеңде енең отырбаса конечно ауыр болады көтеру. Енеңе Құран оқы, дұға қыл, жиі кіре берген себебі бір мәселе бар, соның баласына жақсылап қара. Таң намазды уақытыменен оқуға мотивация беріңізші, 5-те оқимын дейді. 5-те таң намаздың уақыты шығып кетеді айналайын. Демек, таң намазына тұра алмаудың ең бірінші себебі сіздің күнәдан алыстай алмай жүргендігіңіз деп айтылады. Күнәдан алыстай алмай жүрген адам таң намазына тұра алмайды. Қызым жаман қорқынышты түстер көреді. Күнде қандай сүрелер оқысам болады? 11 рет Фатиха, 11 рет Ихлас, Аятул Курси, Фалақ, Насты оқи беріңіз. Сиқыр істегендерге не дейсіз? Имансыз дейді ондай адамдарға. Сиқыр істеген анық болатын болса, мұндай адам мұсылман күйінде сиқыр қыла алмайды, кәпір болады. Неге? Өйткені мұсылман адам біреуге ешқашан қиянат жасамайды. Әйелім ата-анаммен тұрмаймын деп баланы алып кетті. Бөлек шықсақ барам деп не істесем болады? Бөлек шық. Бөлек шық. Әйел баламенен тағдыры екеуі болады. Ата-анаңмен сөйлесіп, түсіндіріп, мән-жайды айтып, бөлек шық. Ата-анаң тастама, мейірімді көбейт, бірақ әйелді жіберме баламен. Бөлек шық. Совсем бөлек шық дегенде Австралияға көшіп кетпесін де, кенгурулардың қасына кішкен, сол маңайға жақын жерге квартираға шығып, сөйтіп оның да, ол да бір адам ғой, әйел де бір кішкене жеңіл жүргісі келеді. Кейбір кезде, мүмкін сен семьяң ондай емес шығар, бірақ көп жағдайда кейбір кезде келіннің кетуіне ата-аналары, сол үйде тұрған қайындары, қайынәпкелері мәжбүр қылып жібереді. Жәнін жеп, түнгі сағат 3-те тұрып, шайды қойғыздырып, немесе лақтырып, тиісіп, тістелеп, мынау аураның үйдің жәнін жеп жібереді адамды. Енді ол кезде қашып құтылмасаң қалай құтыласың енді? Шын мәнінде ол адам ғой, енді үндеме керек. Сондай кезде сен қорғаныш болуың керек. Еркек сүю деген не өзі? Сүю деген бетін сүю ме, ерін сүю ме? Сүю деген не өзі? Сүю деген қорған болу. Қорған болмасаң, онда сүюіңдің жоқ екенін көрсетеді. Ол бетін сүйгендік ол көңіліне жатпайды. Сондықтан айтайын дегенім, қорған болу керексің сен. Сонда әйелің кетпейтін еді. Значит, әйел кеткеніне қарағанда сен қорған боламағасың. Жауабы сол. Үйлене алмай жүрмін, 31-ге келдім дейді. Конечно, кобраның суретін қойып қойсын, кобраға кім үйленеді? Сурет тапсырсайшы анау, медицинский. Врачсың ба не? Алып тастан медицинский кобраны. Кобраны алып тастасаң, соң нормальный суретіңді қойып, шашыңды артқа қайырып қойған. Менің қайызғағым жоқ деп бүйтіп қайырған суретін сақ қойсаң, Құда қаласа. Кеттің. Солай. Дәреті жоқ болса да сүре оқыса бола ма? Болады. Сауабы чуть-чуть аздау болады, но оқысам болады. Перманентный макияждан дәрет өте ме? Жоқ, өтпейді. Дәрет, бірақ өтпейді деген сөз намаз оқымай қой деген сөз емес.
ата бабалардың басына барып қонып бір бата оқитын туралы айтсаңыз. Өзі тірі адамнан бата алған дұрыс. Өлген адам бата бере алмайды. Тірі адамнан бата алыңыздар. Тірі адамнан бата алған жақсы болады. Енді ол жаққа барып қонатын емес. Bir қыз айтып еді, күйеуім мен ортам онша емес, сол үшін ата бабам басына барып қонсам бола ма деп. Мен айттым, күйеуінің қасына қон дедім. Күйеуінің қасынан эффект жақсырақ болады. Сол күйеуінің қасына қон, айналайын. Ата бабам басының айналып кетейін, ол бабаларымыздың аруағынан Құран оқып, дұға қылып сөйт, бірақ ол жаққа қонатын жер емес алтыным, Күйеуімнің жолы болмай жүр, не істесем болмай жатыр, табыссыз, еңсесі түсіп кетті. Еркек содан өтеді, табыссыздықтан өтеді, еркек ұрыстан өтеді. Еркек ол сондай қылып жаратылған, ол полководец, ол бәрін өтеді. Сол кезде қасында жақсы жары, жақсы әйелі, біз бұған өтеміз. Мен саған сенемін, я в тебя верю, сен әлі жақсы болады деп, ісіңмен, ең бірінші ісіңмен, сөзбен емес, ісіңмен, содан кейін барып ниетіңмен, дұғаңмен, ең соңындағы демеу сөзіңмен, иншалла, алып өтесің сен. Ойымдама, еркек содан өту керек. Бардан, жоқтан, ыстықтан, суықтан. Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішіп, ер басына күн туса, толар сықтан су кешеді дейді. Сондықтан солай болады. Еркек содан өту керек. Сонда қадірі болады. Сол кезде, жоқ кезде қасында әйелі болып сен беріп тұрсаң, бар кезде сол сенің орның үлкен дәреже болады жаным. Сондықтан қасында тұр алтыным. Өтеді еркек адам. Бірақ сода сынбай өтуіне сіз себепкерсіз. Желкесіне мойны асылмауда өтесін. Одан кейін күйеу ұйықтап атқанда Құдайдан сұрауды әдетке айландырыңыз. Күйеуді ұйықтатып тамағым, содан кейін сен ерте тұрсаң, сол үйге береке келеді. Сен ерте тұрып бір жұмысын істеп, күйеудің тамағын дайындап үйден шығарып жібер. Жұмысы жоқ болсын, просто барып жүріп келсін. Жүріп келгеннің өзіне Құдай береді. Еркектің қадамына Құдай берген, еркектің талпынысына Құдай берген, еркектің жүрісіне Құдай берген, еркектің қасына қарағанына Құдай береді. Соны жасап беретін ең саналы, салихалы әйел болады, сіз боласыз. Бұл күнде өтеді. Бұл күнде әлі күлкімен еске алатын боласың. Бірақ сәл уақыт керек жаным. Алладан ешқашан үмітіңді үзбе. Намаз, құлшылық, дұғаңды жасап, күйеуінің қабырғасына тұра бер. Түк жоқ кезде қасында болсаң, кейін көп дүние болады сендерде. Сол кезде қасынан кетпейтін боласың. Ол сенен кетпейтін болады. Қайтқан кісінің артынан садақа беру, яғни жәшіктерге сол кісінің атынан салсақ, аты жөнін атап қабыл бола ма? Атын атамасаң да қабыл болады. Алла тағала білмей қалады деген сөз түсін болсаң, так, мысалы мен садақа салам, Алла тағала садақа көп отқанын білмей қалады десең, сол садақаң сауабы болмай қалуы да мүмкін. Сен күнәһар да болып кетуің мүмкін. Неге? Өйткені Алла тағала бәрін білуші, Алла алим, Алланың құдірет жетеді. Сен дұға бағыштағанда атын айтпасаң да сауап бара береді. Бізде атын айтпай қалса бір түрлі болып настроениелер түсіп, мен атын атамады деп, Алла тағалаға ат керегі жоқ. Меккеде миллион адам өледі. Ешқайсының атын айтпайды. Қазақстаннан бәлен өлді, Өзбекстаннан бәлен өлді деп. Ешкім керек жоқ. Алла өз тауып алады аты жөн. Сіз жақсылық жасай беріңіз. Садақа салайын деп едім. Так, бізде де мешітте садақа салатын жәшікке салып жібереді кейде. Құдайым деп тілектің бәрін қағазға жазып, содан мынаның атына жеткізші деп. Бұл керек емес нәрсе. Бұл кішкентай баланың ақыл тоқтатпаған адамның деңгейіндегі дүние. Сіздер үлкен саналы адамсыздар ғой, атты керек жоқ. Тұрғанда ниеттен жасаса болады. Алла осы сауабын, мысалы марқұм әкем, атам қайраттың аруағына бағыштадым деп қойсаңыз болады. Бірақ сіз берсеңіз, қайратқа да барады, атамасаңыз. Сізге де барады, қайраттың баласына да барады, тірілерге де барады. Не только өлгендерге, тірілерге де бара береді. Аға, күйеуіме бөлек шығайық десем шықпай жатыр. Ата-енесімен тұра алмаймын. Себебі үйде күнде ұрыс. Болмасам ажырасам дейді. Күйеуім дейді. Қатты кеттің ғой сен қыз. Кішкене күте тұрсам болмай ма? Сабыр қылып, үйренісіп, ертең бала шағаң өсіп, ол да үйленіп, сен тастап кетсе, ол кезде күйеуің болмай қалады. Сол кезде мұндай шешенің маған керегі жоқ, қарттар үйіне өткізіп жібер осыны десе, қалай болады? Сен алысқа кетпе.
егер сен айтқандай ситуация болса, действительно жаныңды жеп, сені тыныштық бермейсе, онда другой дело. Ал енді бір болмайтын нәрсе үшін семьяның абыройын кетіріп алма жаным. Өзіңнің қадіріңді жоғалтып алма. Ана күйеуден кетіп, қазір өкініштемін деген, интернетте көп апайлардың ашынған, зар илеген видеолары, соларды көрсең, саған сол тәлім болады. Бірақ мен саған жаманшылық ойламаймын, қызым, сен сабыр ет. Сабыр түбі сары алтын алтыным. Тағы да айтамын, бірақ жағдайға қарап көру керек. Мас болған жағдайда тісті қатты қайрай берсе, ненің белгісі? Мас болғанның белгісі. Ненормальный деген сөз. Мас адам не только тісін қайрайды. Жалаң бұтта жата береді. Башка не работает. Мас адам. Әкем басына қойылған тас ағарып жазу көрінбей қалыпты. Соны лакпен бояуға бола ма? Болады. Жолдасым талақ айтып қойды. Не істесек болады? Мешітке барып нақтылаңыздар. Жаңа сатып алған үйді адыраспенмен аластау керек па? Не істеу керек жалпы? Жаңа сатып алған үйге көшіп кіру керек бірінші. Содан кейін барлық жағдайларды қойып алып, үйге молда шақырып Құран оқыту керек, ағайын жинап ас беру керек. Міне біз үй алдық деп жариялау керек. Құдайға шүкір біздерге нәсіп етті деп. Содан кейін үйіне шашу шашады қазақ халқы. Бұл біздің салтымыз. Біреу бір нәрсесін береді, біреу стиралкасын береді. Или ештеңе сатып алмау керек. Жаңадан көшіп келдік деп көрексің, біреу береді, стиралка алып берейін дейді нағашың. Біреу тұрады айтады, посудомоечный әперейін деп, сен дүниелі болып қаласың. Сен молда шақырып Құран оқытасың. Сен күйеуіңді намазға тұрғызасың, үйдің төрт бұрышына күйеуің азан айтып үйренеді, Алла әр бөлмесіне. Содан кейін үйің тазарады, жақсы болады жаным. Үйге адыраспан, кейбіреулер мышық кіргізеді екен, орыстарға еліктеп. Бірінші мышық кіріп, мышық өзі сасық ол өзі өлейін деп жүрген мышық не аласың оны? Мышық саған не алып береді? Сондықтан Аллаға салып, өзің оң аяғыңмен аттап, бисмилля, Аллаху акбар деп үйіңе кіріп бар жаным. Бұйырсын. Әр қазақтың басында үй болсын. Көркем мінезге қалай келуге болады? Ашуды жеңумен келесің. Ең бірінші көркем мінезді қалайсың ба? Ашуды жең. Ашуланба. Пайғамбарымызға уахам Ескендер Зұлқарнайынға келіп біреу жақсы мінезге қалай жетем дегенде ла тағдаб, ашуланба деген. Ашуланба. Докторға барып, давлениең 220-ға көтеріп, инсульт алла жаздап, прединсульти немесе прединфарктный состояниеда барсаң, доктор қарап тұрып, ашуланба дейді. Сондықтан ашуланбасаң, бәрі жақсы болады. Соны жұтып үйлен. Бақырғаннан орнына ештеңе қайтып келмейді, шыңғырғаннан ештеңе келмейді. Ана ішіндеген шығарып ал дейді ғой, ол ақмақтық болады. Ештеңені шығарма. Екі қабат кезде шаш қиюға бола ма? Біздің салтымызда қимайды. Қыз жалпы әйел адам егер шашын күтуі, екі қабат кезінде қиналып, қыздары да қарап беремей, өз басы беттейтін халге келсе, күйеуімен ақылдасып отырып, шашын қысқартса болады. Түсімде 2 рет Меккені көрдім. Бірінші рет тізерлеп отырдым, екінші рет Меккеге жол көрсетіп жатырмын. Барасың, құда қаласа. Меккеге барасың, бірақ баққа барғанын күтіп отыра берме. Әрекет қыл. Сол Меккеге баратын нәрселер жаса. Кем дегенде дұғасын жатта. Тәлбияны. Ләббейк Аллахумма ләббейк. Я ләббейк, қош келдім деп. Жаңағы Аллаға айтатын дұғасы соны айт. Содан кейін барып көп Аллаға сол қағбаны өміріңе кіргіз. Қағба саған өмір бермейді, қаратас. Қаратас қағба сені жарылқамайды, ол тас простой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ғана сүйген, біз сол үшін ана Хаджар асвадты қаратас сүйетіміз сол. Әйтпесе ол бізге өмір бермейді, бізді жарылқамайды, бізге ешқандай пайда бермейді ол тас. Ол таста бір, біздің үйдегі бір таста бір, фундаменттегі сенің. Бірақ ол пайғамбар сүйген үшін сүйеміз біз оны. Алла сол жерге келіңдер деді, Алланың әміріне мойынсұнып барамыз. Инна әуәлі байты ұдиға линнәсі ләлләді бібәккәті мұбарака уәхудан лил алами. Жер бетіндегі ең бірінші құрылыс. Аллах Тағала осы үйге құлшылық қыл деп бұйырды, сол қарап, сол үйге құлшылық қыламыз біз, қарап болды. Ал Меккені түсіңде көрсең, құда қаласа өңінде барасың деп ниет солай жоғарылады, түс бірақ негізі. Ал енді сол түске дейін адам әрекеті болу керек. Үйде қағба қылу керек, үйде намаз оқу керек, үйде азан айту керек, үйде жақсылық жасау керек, үйде тыныштық болу керек, үйде береке болу керек, үйде Алланың азан айтылса, қағбаға баруға оңай болады. Енем кезінде маған дұрыс қарамайтын еді, енді
қалай енем кезінде дұрыс қарамай еді. Сәл сауатты жазсаңыздар, қазір өкінем. Ол кісі қайтыс болып кетті. Ол кісі мені кешіре ме, айтыңызшы. Сен қарамағасың ба енеңе? Ол кісі кешіре ме, кешірмей ме, мен барып сұрап келе алмаймын. Почта жұмыс істемейді қазір, екі ортада связь жоқ. О жаққа барса қайтып келе алмайсың, бірақ енеңнен сұрап кешіресің бе мына келінді деп мен сұрап келе алмаймын, потому что и сен де сұрап келе алмайсың. О жаққа барғанда қайтып жібермейді. Сондықтан қазір связь жоқ о жақпен. Бірақ кешіретін кешірмейтіндігі жақсы амал жасай бер. Жақсы амал жасай бер, сол кісіге дұға қыл, өз дұға қыла бер. Соған қазір дұға қыла бер. Енді кеш болса да дұға қыла бер. Алланың рахымы шексіз. Мынаған келеді ғой, сіздің нәрсеңіз қияс дейді бұны. Мынандай сөз бар. Біреу сұраған екен де, баяғыда біреуді өлтірсе Құдай кешіремесе кешіреді деп, біреуді өлтірсе кешіремесе кешірмейді деп. Неге? Бұл баяғыда өлтірген, баяғыда күнәні кешіреме десе, қандай күнә болса да кешіреді деп айта береміз. Неге? Өйткені сенің мына жақтағы өміріңді түзетуіміз керек біз. Өткен өмірмен өмір сүрмеу керек адам. Өткен нәрсе өтті. Баяғыда арақ ішкен, бізде анау сонда қисықтар көп. Баяғыда арақ ішкен, ол қазір молда болып қапты деп. Ол өз үшін жауап береді. Не қыласың? Ол мына жағы түзелді. Баяғыда ол жаман адам болса, бүгін жақсы болды. Біреу сұрайды менен, ана шииттер бар ғой дейді, мына Иранда қазір, ирандықтар 3 рет намаз оқиды екен күніне дейді. Солар мұсылман ба, дұрыс па солардікі дейді. Сонда мен өзінен сұрадым, сен намаз оқисың ба дедім. Жоқ дейді. Онда шиит сенен жақсы дедім, хотя бы үшеуін оқып жатыр дедім. Сен вообще оқымайсың дедім. Шиитте не шаруаң бар сенің? Сол сияқты ғой. Ол өткен нәрсе өтті кетті, енді сен мына жағың түзе. Сол бір не. Шашты бояуға бола ма, бояған шаштан дәрет өте ме? Краска, кәдімгі химический красканы бояуға болады. Химический краскадан не өтеді? Су өтеді. Восковый сияқты болып қалың, полный обволакивать етіп, орап, шашты жап, су өткізбейтін болса, онда өтпей қалады. Ондай краскалар жоқтың қасы. Сондықтан қазір химияның бәрі краскадан су өтеді. Вах. Түсімде Құран кітаптың әр бетіне миск жағып отырмын. Иісі ерекше, дәмі ол не дейді? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Қандай жақсы түс. Алхамдулилля. Бұндай жақсы түстер Юсуп пайғамбар түс көреді. Түсінде ай мен күннің бас егенін көргенде бұл түсті айтпай ешкімге дейді. Бұндай түсті ешкімге айтпаңыз. Алхамдулилля жақсы. Мен жормай қояйын, бүкілерге қызықтырып. Бірақ амалға үйлескен өмір. Алхамдулилля жақсы. Ақыры. Негізі иіс бұл ажал болады. Ажалдың иісі болады. Шошып кетпеңіз, өліп қалатын болдым деп. Бірақ иманда ақырдың көрсетеді. Түсімде ақ пен қара қозылар жүгіріп жүр екен, ол нені білдіреді дейді. Кішкентай сөздеріңді білдіреді, орындалмаған нәрселерді білдіреді. Түсімде сізді көрдім, қонаққа шақырдым ба? Шақыр енді қонаққа, өңінде. Күтіп жүрмей, қашан шақырады деп. Ұстаз, діни фанатизм болған пайдасы бар шығар, жалпы қалай түсінуге болады дейді. Діни фанатизмнің вообще дұрыс емес. Фанатизмнің қай түрі, қай сипаты дұрыс емес. Ұлттық фанатизм да дұрыс емес. Ұлт фанат болады ғой, ол дұрыс емес. Футболда фанаттың да шекарасы өтіп кетіп жатыр бізде. Төбелесіп, басқа жағдайға барып, жақсы нәрсе емес ол. Шекарамен болу керек. Ал енді діни фанатизм бұл үмбетті бұзатын, халыққа ірткі алып келген нәрсе. Фанатизм деген бассыздықпен кету, ой ештеңкені қабылдамау, ортамен санаспау. Бізде осындай жастардың белең алып келе жатқаны жақсы емес соңғы уақыт. Яғни бір нәрсені сөзбе-сөз алып, аны а деп қабылдап, кішкене бұлай кейін бұлай ә деп қабылдайтын, әріпті қабылдамайтындар бар. Бұл жақсы нәрсе емес. Қашанда мынау кең болсаң кең болмайсың деген қазақтың сөзінде осы діни мәселелер шектен шықпау керек. Аллах Тағала діннің өзінде де шектен шықпауға шақырды. Анариятта 4444 рет айтса, далбаса нәрсе. Керек емес. 4400 рет айтып, есің ауып, 4444 рет айттым ба, 4443 рет айттым ба, жоқ 45 болып кеттім ба деп жынды болып жүргендер көп, керек емес. Намазыңа ие болыңыз, ең жақсы сол салауат айтыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті, одан кейін дәстүрлі Құранда келген, сүннетте келген дұғаларды оқи беріңіз болды.
Бірақ искусственный гүл қоюға бола ма? Болады деймін. Туф, ең бәрі искусственный гүл ма, не біле? Бола береді жан. Қоя бер. Менің 8 айлық балам дейсің ба? Шыңғыра береді. Ол не үшін дейді? Педиатр деген докторға көріну үшін. Педиатр деген докторға барасың. Балада бір жері ауырып жатыр. Докторға көріну керек. Тамақ сұрап жатқан шығар, білмеймін не үшін жылап жатқанын. Балалардың бәрі жылайды. Жыламаған балаға емшек бермейді. Еміз деп жатқан шығар. Инстаграмда отыра берме Нұрлан имамды көріп. Барып еміз балаңды, үйің тазыла. Сол. Алла разы болсын. Құдай өмірлеріңізге береке берсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуһу.